Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге іш қатуды қалай емдеуге болады үй жағдайында методпен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыз. Жалпы іш қатудың негізгі ең бірінші себебін анықтау керек. Себебі көп жағдайда өттің қатуы, іштегі микробиота, пайдалы бактерияларымыздың азайып кетуі, немесе дұрыс емес тамақтану болуы мүмкін. Сондықтан осы себептерді анықтау керек. Ол үшін УЗИ-ға түсіп қарасаңыздар болады. Өтіңізде застой, бауырда изменение немесе ұйқы безіңізде ісіну пайда болса, ең бірінші соны емдеу керек. Екінші метод емдеудің бұл дұрыс тамақтану. Яғни таңертең уақытта тұрасыздар, 1 стакан жол су ішесіздер. Міндетті түрде ол фильтр су болу керек, қайнаған су емес. Қайнаған су ол әсер бермейді. Пайдалы, оның ішінде ешқандай су болмайды. Сондықтан да фильтр суды кішкене жылытып, қайнатпай жылы күйінде таңертең уақытта 1 стакан жол су ішіп, қимыл қозғалыспен жүресіздер. Яғни жаттығулар жасап, ары-бері немесе 1-2 километрге жүріп келуге болады. Екінші, бізде дұрыс тамақтану. Яғни таңертең уақытта май қолдану, ол сары май, құйрық май, гахи майы, топленый май, маргариндер жатпайды майға. Немесе кішкене құйрық майды жеуге болады таңертең уақытта. Және жақсы метод ол тамақтың құрамында міндетті түрде клетчатканың болуы. Клетчаткаге жататын өнімдер бізде салатный лист, укроп, петрушка деген сынды тамақтарды қолдансаңыздар болады. Клетчаткаға қандай өнімдер жатады десеңіздер, мұнда суретін тоже сіздерге салып қоямын. Міндетті түрде осы өнімдерді көбірек қолданыңыздар. Содан кейін бізде лактулоза, яғни дюфалакты береді. Дюфалак ішектің перистальтикалық қызметін жақсартып, күнделікті үлкен дәретке отыруға көмектеседі. Бірақ бұл уақытша ем. Бұны ұзақ уақыт қолдануға да болады лактулозаны. Егер де осы лактулозаны қолданып, бірақ нәтиже көрмей жүрген болсаңыздар, онда жаңағы бірінші айтып өткен себепті анықтау керек. Яғни өттің толуы болатын болса, соны емдеп, өтті ағызып, ішектің перистальтикасын, микробиотасын жақсартып, немесе асқазан қышқылдығында проблема болса, соны жақсарту керек болады. Егер сіз қанша уақыттан бері қаншама емді қолданып жүрсіз, бірақ результат көрмей жүрген болсаңыз, жеке консультацияға жазылу керек болады. Мысалы, себебін анықтау керек деген сияқты. Сондықтан да сізді ұзақ уақыттан бері запор мазалап, әлі емдей алмай жүрген болсаңыз, консультацияға жазылыңыздар, каналға тіркеліп алыңыз, пайдалы ақпараттар міндетті түрде сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Және де ең ішекті айдауға көмектесетін бұл бізде кәдімгі қара өрік болады. Сол қара өрікті тұндырып қойып, суы немесе блендерден өткізіп, қара өрікті жесеңіздер, өте ішектің үлкен дәретін шығаруға өте жақсы көмектеседі. Осындай методтарды қолданып көріңіздер. Егер сізге көмектеспеген болса, онда консультацияма келсеңіздер болады. Төменге номер қалдырамын, инстаграмға жазылып алыңыздар.